Орынгүл Тұрарбекқызы Смағұлова 1961 жылы 20 тамызда Ресейдің Орынбор облысының Ақбұлақ ауданында қарапайым отбасында дүниеге келді. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Сағыз орта мектебінде 10 жылдықты бітірді. Ал 1979 жылы тұрмысқа шыққаннан бері Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Жаңаөзен медициналық училищесінің фельдшер-акушер бөлімін бітіріп, қаладағы әйелдер кеңесінде учаскелік акушерка болып қызмет етті. Орынгүл ол өзі бір жағынан денсаулық саласының қызметкері, ол акушерка. Сол 80-ші жылдары оқуды бітіріп, тамамдап, сол акушерка болып қызмет жасаған біздің емханада. Мен содан бастап білемін. Кейіннен ол өзі басқа қызметке ауысып, журналист мамандығыменен сондай қызмет жасады. Кейінгі кездерде мен оның әрбір шыққан өлеңдерін қарап отырам, бақылап отырам, оқып отырам. Орынгүл сондай өте талантты ақын деп айтуға менің мүмкіндігім бар, себебі оның еңбектерімен таныспын. Ол әртүрлі салада жазатын ақын. Bir түрлі, мысалы бір ақындар болады ғой, біреу махаббат туралы жазады, біреу ел туралы жазады, біреу жер туралы жазады деген сияқты. Орынгүлдің өлеңдерін қарасаңыз, барлық салада жазылады. Елге деген сүйіспеншілік, халқына деген сүйіспеншілік, адамға деген сүйіспеншілік. Сондай керемет өрнектейді. Қысқа сөзбенен бәрін түсіндіре алады. Өте сонымен қатар осы Жаңаөзен қаласына арнаған өлеңдері, халықтың ауыр жағдайларын баяндауда да сол халықтың арасында оның өлеңдері жүріп жатады. Сонымен қатар ол денсаулық туралы жазған көп өлеңдері бар. Әсіресе осы біздің клиника туралы, біздің дәрігерлер туралы жазған нелері, өлеңдері бізге танымал. Соны оқып көріп жүрміз. Орынгүл өзі ондай бір үлкен мамандық бітірген, жоғарғы оқу орнын бітірген, бір ақындықтың немесе журналистер несі болмағанмен, бұл деген сондай бір өзі осы халықтың арасынан шыққан, туыла біткен қасиетті ақын, сөзге шебер, соны көрсете білген адам. Сонымен қатар оның осы ақындыққа болуына бір себебі ол сондай мейірімді адам, ол жүрегі кең адам, адамның бәрін жақсы көреді, адамдарға сондай өзі тіл таба алатын, адамдарға әр уақытта жанашып тұратын адам. Өзінің туған еліне деген, туған жеріне деген өзінің жақсы шыққан сүйкімді өлеңдері халықтың жүрегінің орнын алды деп айтуға болады. Орынгүлге болашақ мен зор денсаулық тілеймін. Адам ең бірінші дені сау болу керек. Әрбір мамандыққа, әрбір іске араласу үшін оны жақсы денсаулығы болу керек. Орынгүлге сондықтан мен өте жоғары денсаулық тілеймін. Оның отбасында өсіп жатқан бала шағасына, немере шөберелеріне, сондай Орынгүл сияқты жақсы кең жүректі азамат болып өсулеріне, жақсы азамат болып қалыптасуларына мен тілекшімін. Және де сол Орынгүл сияқты мына артында еріп жатқан шәкірттері үлкен жақсы мейірімді азамат болып осында тілегімді айтқым келеді. Оқушы кезінен қалам тербеген ақынның жергілікті, облыстық, республикалық басылымдарда әңгіме өлеңдері жарияланып, 2015 жылдан Қазақстан журналистер одағының мүшесі болды. Бүгінгі осы кездесуге себеп болып отырған адам сол федерацияның, сол қоғамдық бірлестіктің мүшесі Орынгүл Смағұл апамыз. Орынгүл Смағұл апамызды 2010 жылдан бастап ол кісіні танып бастаймын. Қарға тамырлы қазақтың ішінде сол құдалық жағынан біз бір-бірін таныс едік. Сосын 2010 жылдан бастап уже апамызбен былай жақын танысып араласа бастадық. Араласқанда осы оған себеп осы жылқы. 2010 жыл осы федерация ашылғаннан бері жиналып осы федерацияны ашамыз дегенде 2010-нан декабрь болу керек желтоқсанда. Содан бері екі танимыз. Апамыз федерация белді мүшесі. Бастапқыдағы федерация құрылғанда сол хаттарымды осы жазатын. Енді мерекелік іс-шаралар болып жатыр, соларға хат жазу керек болады. Адамдардың тізімін жасау керек болады. Сондайлар барлығын осы Орынгүл апа көмектесіп отыр. Сол кезде Орынгүл апаның кейбір нелерінде аяқ астынан сөз шығаратын ақындық қасиетін байқағанмын. Сол 11-ші жылы Көкбастауда үлкен қызмет атқардық.
барлығымыз. Содан Жаңаөзен командасы бірінші болды. Сонда Орынгүл апаның өзінің Аққанат деген ат бірінші келген, соған өзінің несі бар, арнаған өлеңі бар. Содан кейін енді қалада болып отырған жаңағы қайырымдылық шаралар, солардың барлығына осы Орынгүл апам араласып тұр. Сосын енді өнер адамы болғаннан кейін, онсыз өнерсіз болмайды. Осы қаланың бүкіл осы жыршылары, осы термешілері, осы айтыскерлердің барлығын сол Орынгүл апа үйірме ашып, соларды бір жолға, сара жолға салып деді. Бұрында да бар ғой, бірақ сонда да өзеннің сонымен онымен осы бүгінгі таңға дейінгі осы аралықта осы өнер саласында үлкен қызмет атқарды Орынгүл апа. Ипподромда есімде Қараш ата ұрпақтары осы ас беріп отырғанда Орынгүл апа Қаржобай Рембай ағамызбенен бір не ғой, сцена ғой, өте кәдімгі күшті сондай бір спектакль ойнаған. Сол кезде де бір сүйсіндірген апамыз өзінің актерлық өнерімен. Кендірліде бір жарыс болып, осы адай жылқысы бірінші орын алып, Аққанат бірінші орын алып, сөйтіп отқанда жаңағы сөйлеу керек болды, жаңағы выступление. Соған енді бір 4 шумақ апай жаза қойыңызшы, өлең шығарыңыз дегенде, Қаржекең екеуі бірге отырған, екеуі столдың басында. Келсем екеуі 8 шумақтан, куплеттен кәдімгі өлең шығарыпты да. Сол апа айтам, мынаны мен оқи алмаймын, мәтінді оқу керек, неде болса өзіңіз оқыңыз деп. Сол Қаржекең өз өлеңін, Орынгүл апа өз өлеңін оқыған. Сонда енді ойлап отырмын ғой, қанша ұйықтасаң да, ойласаң да, айтып кітапта жаңағы оқып жазып алсаң да ойымда жоқ. Олар буквально где-то бір 15-20 минуттың ішінде андай өлең шығару деген мүмкін ол деген Алладан берген сый ғой деп ойлаймын. Талант қой ол. Мұнайшы мәдениет үйіндегі Жаңаөзен жауһарлары үйірмесінің жетекшісі, халықтық Алтын Дария әжелер ансамблінің және халықтық Алтын Шаңырақ драма ұжымының мүшесі. Жан-жақты қасиеті мен өнері мен айналасына беделді, абыройы асқақ, ғұмыры көпке үлгі ақын. Басқа әлемде жүргендей бір жабығып, қолдан келмес қу тірліктен жалығып, жатырқайды жұрт тауған жатырқап, жүретіні судан шығар қамығып. Көкірегін запырандай у жалап, сумаңдаған ұры иттей ой талап, іштегуді қайтарады оуменен, өз ақылын өзгелерден жөн санап. Түсініңдер ақынды, іштегі дерт шабыт болып бұлқынар, бұғау дүзіп бостандыққа ұмтылар. Айға шабар арыстандай ақырған, ақындардың осалдығы сол шығар. Ақан бір жан шырқыраған қайғы шер, мал мүліктен артық болған құлагер, жеткізе алмай дүниенің шындығын, құса болған мұқағали шәмшілер. Түсініңдер ақынды, ойы ұшқыр, қамтып түрлі саланы, тауды, тасты, өзен, көлді, даланы, сыйғызады күл әлемді жырына, ақ қағазда ойнақ салып қалама. Аумай жүрген, баба жүрген ізбенен, сыйластықпен, бауырмалдық жүзбенен, ақын айтқан елі мықты бақытты, әкімдері ақындарын іздеген. Қадірлейік ақынды. Солғанша гүлім көзде тұнып, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Ана, 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 мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, ана, көңілін кең дала, дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Біз сіздің жалынды жырларыңыздан, әрдайым еңбекке мойын бұрғаныңыздан, мына асау уақытты билеп түстеп, басыңызды тік ұстап тұрғаныңыздан үлгі аламыз. Ақын барда аласармас, өнердің де дарашығы. Себебі ақын сол өнердің жанарының қарашығы. Ақын ана, бұйырсаншы сізге өмірдің бар асылы. Ақын ана, туған елдің жанашыры. Мақтанатын мархабатым,
мақтамадым мархабатым махаббатым. Құрбылар, орынның кешіне құтты болсын айтпаймыз ба? Кәне сахнаға шығайық. Жарқырап күндей ажары, аналар үйдің базары, әлемді жүрген тербеген қоса баланы. Құтты болсын жасыңыз, ұзақ болсын жүзден әрі асыңыз. Бәйтеректей шаңырақтың киесі, теңіз болып толып шалқып тасыңыз. Бәйтеректей шаңырақтың киесі, теңіз болып толып шалқып тасыңыз. Қарағым деп айналған, еміреніп толғанған, немере жиен шөбере, тамырыңнан жалғанған. Құтты болсын жасыңыз, ұзақ болсын жүзден әрі асыңыз. Бәйтеректей шаңырақтың киесі, теңіз болып толып шалқып тасыңыз. Бәйтеректей шаңырақтың киесі, теңіз болып толып шалқып тасыңыз. Ұлдарың бар бөрікті, қыздарың бар көрікті. Ағайын туыс жел жатпен, көшеңіз болсын көлікті. Құтты болсын жасыңыз, ұзақ болсын жүзден әрі асыңыз. Бәйтеректей шаңырақтың киесі, теңіз болып толып шалқып тасыңыз. Бәйтеректей шаңырақтың киесі, теңіз болып толып шалқып тасыңыз. Жаңаөзенім құт мекенім мұнайлым, жанға жайлы жерің еткен шырайлы. Дархан көңіл пейілі кең болған соң, арулардың ажар ашық шырайлы. Әулиелі әнге толы аймағың, бұзылмаған ата салты қаймағың, жылдан жылға мүлде жайнап жаңғырған, Жаңаөзенім келбетіңнен айналдым. Жырлары көп, жұмбағы көп мекенім, сенде ғана желде еркен есемін. Шексіз байлық ұсынса да өзге елден, бәрін тастап бір өзіңе жетемін. Әулие
өзенім жер иығым жайнаған, төрт түлікті малға толы айналан, несібесі ұрпағының ортаймай, берекелі қазаныңда қайнаған. Әулиелі әнге толы аймағын, бұзылмаған ата салты қаймаған, жылдан жылға гүлдей жайнап жаңғырған, жан өзенің келбетіңнен айналдым. Әулиелі әнге толы аймағын, бұзылмаған ата салты қаймаған, жылдан жылға гүлдей жайнап жаңғырған, жан өзенің келбетіңнен айналдым. Жан өзенің келбетіңнен айналдым. халықтық алтын дария жер ансамблі және бүгінгі кешіміздің иесі Қазақстан журналистер одағының мүшесі Орынгүл Смағұл, қошеметтеріңіз. Ал құрметті қонақтар, қош келіп жатырсыздар біздің апамыздың бүгін әдемі кешіне. Апамыздың өзі көңіл күйі қалай екен? Апа, ән айтып билеп келіп қалдыңыз ба? Бүгінгі кешке арнайы мінекей жаңадан ешкім әлі оқып үлгерген жоқ, жаңадан баспадан шығып жатқан кітабы бар. Бірінші кешімізді бастамас бұрын осы жаңа кітабымыздың өнерден өрнек теремін атты кітабымыздың тұсауын кесіп алсақ дейміз. Ол үшін ортаға шақырайық жазушы, сазгер, ақын, жазушылар одағының мүшесі Ереке Қорабаев ағамызды. Және сонымен қатар қоғам белсендісі, қаланың ардагер құрметті азаматы, техника ғылымдарының докторы Майлыбай Өтебаев ағамызды ортаға шақырамыз. Келіңіздер ағалар. Бой бойынша сөйлейміз, жас бойынша. Ал құрметті көрермендер, бүгін енді Мұнайшы қала, Жаңаөзен қала, Батыр қалада осындай үлкен бір мәдени шара болып жатыр. Өткенде де болып жатыр. Енді оның барлығы Алла тағаланың адамға берген қасиеті, соның барлығы мына біздің Орынгүлге берілген Алла тағаланың сыйы деп білеміз. Соның барлығы ақ қағазға түсіп, мына кітап болып шығып жатыр. Оның барлығы мына елге, жерге, жаңа Құдай берген ағамыз жақсы айтып кетті ғой. Осы елге деген сыйы, құрметі, махаббатының барлығы осы кітапта жазылды деп есептеймін. Ал енді Орынгүл, отбасың аман болсын, көрінген бала шағаның қызығын көріп, отағасыңменен аман есен, осы киелі Маңғыстауда өмір сүре бер деген тілектемін. Аман болайық, сау болайық. Ал құрметті азаматтар, осындай жақсы кештерде кездесейік, барымызға нәсіп етсін. Рахмет. Ал Орынгүл, мына жасап атқан кешің құтты болсын. Менен жаңағы мына алыстан жолдан келген адамды мүсәпір дейді екен баяғылар. Арабтың тіліне аударғанда ол жолаушы деген сөз екен. Соны сізге енді сіз үшін нағашымның келіншегі сүйген жарысы былай қазақша айтқанда. Сол үшін сен үшін Шайырдан келіп тұрмын. Шайыр деген ауыл өзі қайнансың десе Ақтауда отырамын, бір қайнансың десе Шайырданмын деймін. Бір Ақтау деген беректе қойған қала, ал біздің Шайырдың баяғы миллион ғасырдан бері жатқан Шайыр ғой. Бір ауылдан 27 ақын шыққан, кешегі қашаған дүр шыққан ауылдан келіп тұрмын. Мынау енді Исаак Ньютон дейтін атақты ғалым болды кезінде. Сол кісі бала кезінде токыр болып жұмыс істеген екен. Содан артынан үлкен ғалым болып, бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашып, ғалым болған кезде баяғы өзін жаңа токырлыққа
тәрбиелеген кісі айтты дейді ғой, қап, одан жақсы токыр шығатын еді ғой деп айтты дейді ғой. Сол айтқан жаңа Мыңболды апамнан естіп отырмын, сен дәрігер екенсің ғой. Дәрігердің де бір, ақында бір, бәрі де адам жанын емдейді. Жаңа Қадыр Мырзалиевтен сұрапты ғой, сен ақынсың ба депті, біреу түйеден түскендей қылып. Сонда Қадекең айтты деп еді, жұрт сүйдеп жүр ма деп. Мен де жұрт ақын дейді. Сосын енді саған жақын болып келіп атқаным, ана кітабың құтты болсын, қырманың нанды болсын, жайлауың малды болсын, көре алмағанның көзінен сақтасын, алып қашпа сөзінен сақтасын, заманыңа тыныштық берсін, адамыңа дұрыстық берсін, ақ тілегім жан Алла қанаттарын қайырма, рас болса бергенің осы күйден айырма. Ендеше лента қою рәсімін бастайық. Ағаларымыздың бисмилля деп құтты кітап болсын. Барша оқырмандарымызға сыйлайтын боламыз. Рахмет. Ендеше осы кітаптарды, апамыздың кітаптарын барлық балалар өскелең ұрпақ оқып, осыдан әр алып, рухани дем алып жүре берсін дейміз. Апа, тағы да кітабыңыз құтты болсын. Рахмет сізге, құрметті қонақтар. Ота берсеңдер болады. Иә, артынан жазып береді. Ал, енді апа, шашу шашайын деймін апа. Ашық шашу, қонақтарға, көрерменге. Бүгін кешке өзің жақыны, жанашырлары, достары, тумаластары барлығы мінеге келіп, шашуын шашып, орамалын салып, апамызды құттықтап жатыр екен. Мерейлі күніміз осылай мерекеге жалғаса берсін. Көргендеріңізде қуаныш болсын. Рахмет, құрметті қонақтар. Ал енді біз кешімізді ең алғашқы апа, барлық адам енді жастық шақтан, балалық шақтан өтеді ғой. Сонау арқада Орынбор қаласында туылғансыз өзіңіз. Сол жақта өткен балалық шағыңыздан бастасақ дейміз. Өйткені мен апамен бірге әрдайым сөйлесіп отырам. Ылғи қызықты, сондай бір адам ойына келмейтін қызықты дүниелер жасағанда кезінде, кішкентай кезден. Өзі қылықты болған апамыз кішкентай кезден. Сол балалық шағына бір кішкене бәрімізге бір қызық болатын әңгіме тыңдайық. Иә, апа? Қош келдіңіздер, құрметті менің оқырмандарым. Енді ол сіздің сұрағыңызға қалай десем болады. Мен де кәдімгі сол кездердегі көп балалардың бірі болып қиялшыл арманменен өмір сүрдік. Менің негізінде туған жерім кезінде бүкіл қазақтың астанасы болады деп ойлаған Орынбордың Ақбұлақ районында дүниеге келдім. Одан бертін келе жалпы ата-бабаларымыздың туған жері осы Маңғыстау Бозашы аймағы болғандықтан, олар қалайда осы туған жерімізге жетеміз деген ойменен көше келе осы Ақтөбенің Байғанин ауданы, Ноғайты деген бір кішкентай ауыл бар. Менің жүрегімдегі жерұйығым, себебі мен сол жерден өстім, оқыдым, жастық шағым өтті. Сондай енді. Маған қызық болған сіздермен де бөліскім келеді. Мен мысалы апа інісі екеуі кішкентай кезінде бүкіл ауылдағы неше адам бар, барлық үйінде бір үйде неше бала шағасы бар, түгел бәрінің атын фамилиясын жазып жүреді екен. Өздеріне сол қызық болған кішкентай кезінде. Бәрінің атын фамилиясын жазып жүріп, дәптерден дәптер қоймай толтырып үйге сақтайды екен оны. Өздеріне қызық болған ғой енді сол. Сонымен бір күні ауылдағы не өртеніп кеткен? Оны бір адам бір балалықтың бір өзі бір жұмбақ, өзіңде түсінбейтін сол қалай болды екен деп артынан бір күліп отырып, сағынып отырып бір еске алатын естеліктер ғой енді. Осы менің кешім үшін сонау Ақтөбенің әр жағынан келіп отыр інім, өзімнен кейінгі. Екеуміз жаңа кемпір шалдың баласы болдық деп енді істемеген. Ініңізді орныңыздан тұрғызып қойыңызшы, бәріміз көрейік. Сол
баяғы апасымен бірге бүкіл ауылдың тізімін жасаған інісі қайда екен? О, міне алдың қатарда отыр екен. Қош келдіңіз аға. Айналайын. Екеуміздің істемеген енді бір қызықты нәрселеріміз жоқ енді. Білмеймін қайдан шыққан, ол неден пайда болғанын білмеймін. Бір ауылдың тізімін алып, сондай жаздық бір. Бізге ешкім оны тапсырмада берген жоқ. Ол кезде жаңа Күйнаға билет 5 тиын. Соған Күйнаға барамыз деп жаңа 5 тиынды сұрап аламыз. Онменен сосын дәптердің де құны 5 тиын. Соған Күйнаға бармаймыз да дәптер аламыз енді. Сол дәптерді толтырамыз. Толтырғанда жаңағы бір үйдің жазғанда 2-3 жол қалдырамыз. Себебі енді ол үйде өзгерістер болады, о жағада дүниеге келеді деген сияқты. Сондай құнттадық енді. Сол әр үй қалдырмай жазатын едік жаңағы. Әке-шешеміз тойға бара жатса, туған баласы ұл мекен, қыз мекен, аты кім екен біліп келіңдер дейміз жаңағы. Бір күні ауылда фельдшер болды. Енді ол кезде олар бүкіл ауылдың да денсаулығын қарайды. Сол ауылдың айналасындағы шопандардың ауылын бәрін қарайды ғой енді. Сонда сөйтіп бір шопандардың ауылына бара жатқанда жолда жаңбыр жауып кеткен. Енді ол қазіргі кездегідей пакет жоқ. Сол әйелді босандырайын деп арбаның үстінде жаңбырдың астында жүргенде жаңағы дорбасы су болып қалған. Иә, пайдаға аспай. Содан бір ай бойы ауылдың санағын алған дәптерім еді. Ертең отчет тапсырам ауданға, енді қалай қылам деп жүргенде, ай сондай біздің бір кластасымыз апасы екеуі сөйтіп бүкіл ауылдың санағын алатын еді, соны жазатын еді дегенде, оларда ол неғып жүрген санақ деп, дегенмен түннің ішінде келіп жаңағы дәптерімізді сұрап алып кетіп, сол үлкен отчет қылып тапсырыпты. Содан кейін біз сол әдетімізді өзінен өзі қойып кеттік. Ләззаттың айтып отырғаны сол ғой енді. Мен өртеп кетті деп жүрсем, суға кетіп қалған екен ғой. Иә, сондай бала шақтың керемет бір естеліктерін еске алайық деп отырмыз. Әрі қазіргі орындалатын әнде осы апамыздың жан құрбылары, жан достары Мақпуза Шуманова, Алтын Сағындықова, Базархан Ашықова деген қыздардың өзінің апамның ауылына шығарған өлеңіне жазылған әдемі әнді орындап береді. Ендеше бірге қарсы алайық. Балалық бақ күнім, көл-көсір шаттығым, ауылым періште пәктігім. Оянған сезімім, сен өскен бір қызың, айтады риясыз лебіз
Рахмет. Жаңа басында айтып кетті ғой, қоғам қайраткері деп. Шынында да біздің апамыздың осы бізге айтып отыратын ақылы да, қанша адамға жанашырлығы да, осы уақыт деген, осы ешкімге бағынбайтын қасиетті дүниені өте пайдасына асыратыны, қол қалт ете қалса қалам ұстайтыны, қол қалт ете қалса тоқыма тоқитыны, барлығын біз көріп жүрміз, біліп жүрміз және өзімізге өнеге етіп аламыз. Осы тұста енді халық қаһарман деп айтсақ та болады апамызды. Осы халыққа арнауы бар екен, бір әдемі сол әнді Жанардың орындауында тыңдасақ домбырамен. Кәнекей қарсы алайық. Жанар Нұрмұханова. Абайлар мен ерекшесің данасың, бір бекетпен келісің дарасың, сол олар туған халқым бұл күнде батырадай қайда жоқ боп барасың. Қайда жоқ боп барасың. Қайран халқым кейде аңғал баласың, қонағыңа жоқтан барды табасың. Атым тайдай жаны жомарт халқым сақталып қайда кетіп барасың. Айыра алмай түстің ақ пен қарасын, біле алмадың адал арам арасын. Арзан күлкі жалаң сөзге алданып, қайран халқым қайда кетіп барасың. Арзан күлкі жалаң сөзге алданып, қайран халқым қайда кетіп барасың. Ұмыттың ау тектіліктің шарасын, күннен күнге мәңгүртеніп барасың. Мәрт қазағым сыртқа шаш, жатқа шашпаған, өзі емдеп жазып алған жарасын. Жұдырықтай тұтас елді бөлшектеп, қайран халқым қайда кетіп барасың. Қайран халқым қайда кетіп барасың. О, Маңғыстау келім, мен өзіңді сүйемін деп, осы топырақты аунап өскен ақын жазушылар, сазгерлер не бір әндер, не бір өлеңдерді дүниеге алып келді. Осы бүгінгі кеште ақын апамыздың Маңғыстау туралы да бір әдемі өлеңін қабыл алайық, құрметті ағайын. Маңғыстау қасиетті атамекен, төсінде өрген киік, арқар, бөкен, 360 әулие есі бар, байлығы ұрпағына нәсіп екен. Маңғыстау елге жайлы жері жұмақ, жаратқан төккен екен нұрлы жуақ. Жан жақтан күндіз түн ағылады, детке шипа, жанына дауа сұрап. Маңғыстау киелі өмір әулиелі, ардақтап аңдаған жан ой түйеді. Қашаған ақтан нұрым сәтті құлдар,
толғаған талай асыл сөз жиелі. Маңғыстау біле білсең келішер, сондықтан құрмет етіп сүйеді ел. Бұл жерде туған жанның арманы жоқ, жетінен жаны дархан болады ер. Маңғыстау жұмбағы көп сырлы мекен, жеті жұрт көшіп жетел келген екен. Бұзылмай ата дәстүр салт пен санаң, қолдаған Қыдыр баба 40 шілден. Маңғыстау жыршы жырау ақыны көп, дуалы сөздер жанға тиеді дөп. Әбіш пен Светқали сабырадай, жатырқамас баршаны жалғасам деп. Маңғыстау аспан асты мұражайы, киелі тау мен төбе жырасая. Азу алды қарыс бөрісі бар, отпан тауда адайдың мекен жая. Маңғыстау жырым таңға ұласатын, сырлы әуен алты қырдан әр асатын. Қос етек көйлек, мақпал камзол киген, шолпылы қыздар қырға жарасатын. Маңғыстау сораң, жантақ, жусан өскен, төсінен мұнай мен газ шапшып тескен. Тулаған тәспиіңде бекіре шоқыр, құт мекен ұрпағымның кіндік кескен. Маңғыстау қасиетті намыс арым, байлығым, қазыналы менің барым. Жүрсем де елден жалғай сағынатын, Маңғыстау қастерлейтін бойтымарым. Маңғыстау құдіретіңе бас иемін, жүрегім саған адал, шын сүйемін. Тәуелді әр тасыңды маңдайыма, өзіңе тағзым етем беу киелі. Қазағымның құттырысы мұнайы, бақ дәулетпен кірген елдің шырайы. Маңғыстаудың қан тамыры сияқты, жер жаһанға өзен болып тарайды. Қола түзге қала салған мұнайшы, шөл даланы көгал қылған мұнайшы. Бар әлемді ғашық қылып өзіне, махаббатпен ән салдырған мұнайшы. Мұнайгаздың елге көбау көмегі, қазыналы төбе үміт береді. Ұйқыдағы ару қыздай алаңсыз, желбірейді жалын болып желегі. Қола түзге қала салған мұнайшы, шөл даланы көгал қылған мұнайшы. Бар әлемді ғашық қылып өзіне, махаббатпен ән салдырған мұнайшы. Қола түзге қала салған мұнайшы, шөл даланы көгал қылған мұнайшы. Бар әлемді ғашық қылып өзіне, махаббатпен ән салдырған мұнайшы. Түндігі, мұнай менен қолпырған бар тірлігі. Алпауытты елдерменен тең қылған, мұнайшының ерен еңбек ерлігі. Қола түзге қала салған мұнайшы, шөл даланы көгал қылған мұнайшы. Бар әлемді ғашық қылып өзіне, махаббатпен ән салдырған мұнайшы. Қола түзге қала салған
Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қадірлі ағайындар. Анамыздың бүгінгі шығармашылық кеші баршаңызға құтты болсын. Апа, айтарыңыз таусылмасын, жазарыңыз таусылмасын деген тілегіміз бар. Ендеше өзіңіздің сөзіңізге жазылған тағы да бір әсем әнді қабыл алыңыздар. Үмітіңді үзбе. Айдында жүзген, күлімдеп көкте күн күлген, жаныма үмітті үзбе, армандар мәңгілік бізбен. Бұл өмір білгенге сынақ, жеңеді жүргендер шада, көтерер көңіл күйіңді, жүректе махаббат толар. Білгенге сынақ, жеңеді жүргендер шада, көтерер көңіл күйіңді, жүректе махаббат толар. Арайлап атады күндер, үлбіреп қызғалдақ гүлдер, ғашықтар сырына куә, мүлгіген тыныштық түнде. Бұл өмір білгенге сынақ, жеңеді жүргендер шада, көтерер көңіл күйіңді, жүректе махаббат толар. Бұл өмір білгенге сынақ, жеңеді жүргендер шада, көтерер көңіл күйіңді, жүректе махаббат толар. Жеңеді жүргендер шада, көтерер көңіл күйіңді, жүректе махаббат толар. Уақытша бәрі де өтер, қол бұлғап алыстан кетер, қуантып жұлдыздарындай, жадырап көктемде жетер. Қуантып жұлдыздарындай, жадырап көктемде жетер. Асқар Әділбек, рахмет. Апа, тыңдап отырсаңыз, міне әндері өте керемет. Сөздері мен әндері бір-біріне үйлескен, сондай тіпті адамның жанына қарап отырып, тыңдап отырып рахаттанатындай әндер екен. Осы сіздің өлеңдеріңізге жазып жүрген, ән жазып жүрген композиторларға да рахмет айтам. Енді бәріміздің ойымызда отырған сияқты, сонау арқаның қызы Маңғыстауға қалай келді? Қандай жол алып келді? Қандай тағдыр алып келді деп сұрағым келеді. Әрі сіздің мына кітабыңызды оқып отырсақ, кітаптың мына бірінші кітабы бар апаның. Кітабының ішінде енеме, келіндерге деп, енесіне әрине өлеңдері көп, енесін жақсы көргені, сондай бір маған қызық болып тұр. 17 жасар қызды енесі қалай қабылдады екен? Сол жайында кішкене бір сұхбат жүргізіп, апамның әрі енесіне арнаған бір өлеңін тыңдайықшы бәріміз. Енеге де өлең шығарады екен баяғы келіндер деп, қазіргі келіндер таңғалатын шығар еді. Дегенмен де осындай бір кереметті тыңдайық бірге. Иә, Маңғыстау енді басқа аймақтарға қарағанда салт дәстүрі, әдет, әдебі бір керемет, бір уызы бір бұзылмаған деп ойлаймыз ғой енді. Солай да енді көп жерге қарағанда көріп жүрміз. Сол тағдырдың бір өзі жазуы шығар. Мен өзі 17 жасымда тұрмысқа шығыппын. Осы келгеннен кейін
көп ұзамай 18-ге толдым. Сол кезде мені осы ширатып, осы өмірдің мені жаңа ағысына салып, бір дұрыс бағыт берген адам, ол менің енем. Жарықтық тие берсін. Енді ол да өзі де енді өмірде көп қиыншылық көріпті. Ол да жастай келген, 10 жылға дейін бала көтермеген, түрлі енді өмірдің бар қиыншылықтарын көрген. Ол кісі қатал жерінде қатал болды, жұмсақ жерінде жұмсақ болды. Біз сияқты кішкене мен өте ынжықтау болдым, кішкене шуас болғанда да өте ынжық болдым. Сонда жаңағы сол енемнің бірде қатты, бірде жұмсақ, әйтеуір сөйтіп ширатып, екеуміз дос болдық. Керемет, қимас. Әлі күнге дейін мен енемді іздеймін. Себебі ол кісі іздеп отырады, келмегеніңе неше күн болды деп. Енді 20 шақты жыл бірге тұрдық, өмірдің қиыншылығын да, қызық сәттерінде бірге көрдік. Енді Құдайдың берген мына 4 баласын енем өзі бақты, өсірді, ширатты. Қазіргі заманда енем бірдеме деген, я болмаса бөлек шыққысы келіп тұратын, енді қыз сондай келіндер енді көп қой енді қазір. Бірақ соларға өте қажет деп ойлаймын. Себебі оң солын тануға, айнала ағайынды тануға, өмірдің алғашқы қиындықтарына шыдап, әр қарай жол тауып кетуіне, мына бала шағасына да дұрыс бағдар беруге ененің өнегесі өте көп. Мен енді бұл кітапқа үлгере алмай қалдым. Ене мектебі деген бір әңгімем бар. Енді оны мен қалайда енемнің алдындағы парызымды өтегендей болып, сол әңгімені жаздым. Ол кісі өте әңгімешіл болды. Оқымаған психолог десек те болады. Ол қажетті жерінде жұбата да біледі, қажетті жерде күлдірте де біледі. Ол кісіменен өте бір жақсы, тату тәтті өмір сүрдік. Ал енді сол енеме деген осы күнгі кезінде бір сағыныштан бір өлеңімді оқып берейін. Асылжан өмірдегі ене деген, теңеймін оны асқан кемеңгермен, шуақты орны бөлек жері ұйықтай, көмкерілген құрақтай немеремен, қорғаны өмірдің жел өкпегінің, отырсын киесіндей қақ төрімнің, енелер тәлімгері келіндердің, шаңырақ деген өмір мектебінің. Бұл күнде жанарының нұры тайып, қуанып қарсы алады құшақ жайып, сағынып сағындырға барғанымда, енежан кешіргейсің көрмей айып. Сіз сияқты көргем жоқ кетпен шауып, көргенім жоқ тағы да түйе сауып, болаттай жаны берік асыл енем, демалуды білмеген уақыт тауып, жасырып жастығымның кемшілігін, көрсеткен көңілінің кеңшілігін, өзіңнен алған үлгі өнегемді, беререм келініме жетсі өмірім. Керемет, енеңіздің жатқан жер жайлы болсын. Бүгін бір орнынан қозғалып жатқан шығар. Осындай алтын келінін ол да кезінде құрметтесе, көзі тірі кезінде ене мен келін бір-бірін жақсы тұрса, отбасының да ешқашан тыныштық бұзылмайды дейміз. Ендеше апамыздың келіндер деп шығарған әдемі өлеңіне ән жазған сазгердің әдемі әнімен ортаға Жадыра Қоңырбаны шақырайық.
шаңырағым немереме. Келіндерім ай, айдая сен сұлу келіндерім ай. Келіндерім ай, қуанышқа толсын өмірлерің ай. Тағы бір келін түсті үйге бүгін, көргендей болдым аққу көгілдірім. Аттаған келіндердің қадамына шашуым осы өлеңім көрімдігім. Келіндерім ай, айдая сен сұлу керімдерім ай. Келіндерім ай, қуанышқа толсын өмірлерің ай. Келіндерім нұр шашқан арайларым, көрінбесе келеңдер қарайладым. Балаларым бақытты сендерменен бақытты әрбір таңым. Келіндерім ай, айдая сен сұлу керім
Ой, рахмет, қандай сұп-сұлу бүлдіршіндер өздері. Базархан Ашқып апайымыздың шәкірттері. Керемет, тағы да бір бүлдіршіндердің орындауында әсем әнді қарсы Аялайды анам құшағым деп, еркелетер әкем құшағым деп, жарасам жермен жасы жанымда, балалармен шаттың қуанышы көп. Тойсыздасын гүлім теріп даланы, достарыммен ойнап асы саламын, шаттанамын күліп жүрем көңілді, қаламым бар тәтті ерке баламын. Қаламым бар тәтті ерке баламын. Жарығым деп атам құшақ жаяды, тәттілерін әжем маған қояды. Әнін айтып әсем билей билеймін, болар үшін шаттың мейрам болады. Тойсыздасын гүлім теріп даланы, достарыммен ойнап асы саламын, шаттанамын күліп жүрем көңілді, қаламым бар тәтті ерке баламын. Қаламым бар тәтті ерке баламын. Тойсыздасын гүлім теріп даланы, достарыммен ойнап асы саламын, шаттанамын күліп жүрем көңілді, қаламым бар тәтті ерке баламын. Қаламым бар тәтті ерке баламын. Ой, керемет, ой алтындарым, жарайсыңдар. Рахмет. Әжелеріне бүгін әдемі ән сыйлап, көрерменге сән сыйлап жатқан құрттай бүлдіршіндер. Ал енді келесі кезекте біз апамызды ақын деп шығарып қойдық та ғана тек әнмен өтіп жатыр концертіміз. Енді апамыздың тағы бір дауыс естуге қалай қарайсыздар? Өлең оқысын ба? Ал апамыздан бір әдемі туындысын тыңдайықшы. Арқаның ерке елігем, жел тараған бұрымын. Иыққа ілдім жасымнан көтеріп сөздің құрығын. Егеулі найза асынған, батыр елдің қызымын. Намысты болдым жасымнан, іштім бұлақ тұнығын. Гауһардай таза өткенім, арқада қалды көктемім. Маңғыстаудың киелі жерінде тамыр жайдым көктедім. Шежірет жазып тізбедім, мойнымда ауыр безбенім. Дүниелік іске бұрылмай ақиқат жолын іздедім. Етегі ұзын әйелмін, ерлерден орным төменмін. Ұрпаққа жол көрсетер, өлмейтін рухты өлеңмін. Сыйладым ата дәстүрін, әдетпен ғұрып әр түрін. Тілменен ділдің тіледім, уыздай бүтін қалпының. Ақтарар сырым шешіле, мың тілек үлкен кішіге, иіліп тағзым етемін, жиналған бүгін кешіме. Рахмет апа. Керемет. Ал енді сіздің поэзияңызда тағы да бүгін өлеңнің қайсысын алсақ? Махаббат туралы айтпайтын, махаббат туралы жырламайтын адам жоқ деп ойлаймын. Ән де махаббат, сөз де махаббат, махаббатсыз бұл өмірдің бәрі бос деп айтпақшы. Енді біз апамыздың осы бір сезім туралы, махаббат туралы көптеген өлеңдерінен бір туындысын таңдап алдық. Еше қарсы алайық. Махаббат туралы жырлар. Мен де ғашық болғанмын. Көңілімнің мәңгі шуақ көктемі, жүрегімде бүршік жарды көктеді. Қарамадым басқа жанға, бұрылып шын сүюді бастан кештім өткені. Дүниеге ғашық көзбен қарадым, жырға қостым, махаббатқа баладым. Сынақ үшін жіберсе де өмірге, айнымайтын пәк сезімді қаладым. Көңілімнің жайма шуақ жазындай, жадыратар ерке қыздың назындай. Қатерлі дерт махаббат деп білемін, дауасы жоқ, өлгеніңше жазылмай. Ғашық болу қасірет пе, мазақ па, көндіретін неше түрлі азапқа.
көздің жасы теңізіне шомылып, өлмей тұрып түсіретін тозаққа. Көбелектей отқа түсіп өлетінін білсе де, жуалап жұрт сыртынан күлсе де, қиялынан жасап алып бейнесін, соған қарап телміретін құр сүлде. Ғашықтардың солай өтер әр күні, сол елеспен өмір сүрер әр түні. Өзге жанға селт етпейді жүрегі, өз ойында өз ләйлісі мәжнүні. Бір түрлілеу көрінер ау бұл сөздерім адамға, осы жанның ақыл иесі аман ба? Ақ сезімді аялаймын мәңгілік, махаббаттың бүгінгі құны кеткен заманда. Керемет, расында да махаббаттың құны кетпесін. Ал енді апа, ойлап отырмын, мына Мақпуза деген өзіңіздің құрбыңыз бар, жан құрбыңыз. Бір кабинетте отырасыздар, екеуіңіз бірге шай ішесіздер. Түнде ғана үйге баратын болмасаңыздар, күні бойы біргесіздер. Сол Мақпуза досыңызды тағы да бір әсем әнмен ортаға шақырғым келеді. Бұл әннің тарихы қызық екен, сол апа сізден сұрайын деп отырмын. Ақбаян ару деген әнді кімге жаздыңыз? Жалпы бұл әннің тарихы қалай? Бір шығу тарихы бар деп естідім, бірақ өз аузыңыздан естісем деймін. Ақбаян ару деген ол кешегі Мәдина әнші, мен Мәдина Ералиева, бәр адамның жүрегінен орын алған әнші ғой деп есептеймін. Сол кісі оқыстан қаза тапқан кезде мен соны жақсы көретінім соншалық қатты қиналдым. Ол осы бір алғашқы кітабында сол Мәдинаға деген бір өлең еді. Оны кейін осы мына өнердегі сазгер сіңіліміз Қарагөз Кемерова көптен бір ойында жүрген әуен екен. Соны осы Ақбаян ару деген ән дүниеге келді. Одан оны мына біздің Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер, жезтаңдай әнші, бірінші соның бетін ашқан Мақпуза еді. Сол одан кейін Мақпузаның да мен әніне ғашық болып, ол дауысына ғашық болып, Мақпузаға деген бір өлең оқығанмын. Аспанда ақша бұлттай қалықтаған, бұлттан асып әуеге шарықтаған, сырлауен сиқырлы саз аясында тербелер махаббатқа елтіп далам. Әнінен сұлулықтың сырын ұққан, оятып пәк сезімді іште бұққан, сыңғырлап қоңыраудай әсем дауыс, топ-тынық аумайды екен таңғы шықтан. Жүрекке нұр сыйлаған өлеңімен, құшаққа гүл сыйлаған гүлеңімен, ән шипа, ән құдірет киелі ғой, әншінің лықсып шыққан көмейінен. Кешіне Мақпузаның арнап шумақ, сыйласқан шын көңілден өлең тумақ, айналған дарияға әнші ғұмыр, жүректі жарып шыққан кәусар бұлақ. Өнерді әркім сүйіп таласады, жаратқан берсе өмір жарасады, байлық мансап адамға жолдас емес, өнердің болар мәңгі болашағы. Әуелеген дауысың шаршамасын, шырқай бер әлі талай ән жаңасын, кешіңе ағайын дос жиналыпты, өзіңді әніңді де аңсағасын. Ән көңілдің ажарын ашылады, ем болып бар дертіңді қашырады. Мақпузаға қалқына ән сыйлаған, тілегім шашу болып шашылады деп, Мақпузаға сол кезде бір осындай өлең туған еді. Керемет. Мақпуза апамыз шынында да мақтан тұтарлық, Маңғыстауға белгілі Маңғаз өлкенің керемет әншісі деп айтсақ болады. Апамызды сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Мақпуза ән муза. Ölüm dep жүзі еш мұңсыз,
ақтырап сарыда тор үнсіз, қош есен енді қош бол деп, қол бұлғап торда көрең күз. Жұлдыздар көктен аққанда, ұлпа бұлт көрсем аспанда, түседі еске ақ баян ару, көңілім мұңға батқанда. Қоңырау сыңғыр қаққандай, өмірге шуақ шашқандай, гүлдедің әндің көркедің, көңілге сәуле жаққандай. Жұлдыздар көктен аққанда, ұлпа бұлт көрсем аспанда, түседі еске ақ баян ару, көңілім мұңға батқанда. Жапырақ жас боп төгілген, сағыныш жыр боп бөлінген, қоштаса алмай арманда, тұнжырап керек егілген. Жұлдыздар көктен аққанда, ұлпа бұлт көрсем аспанда, түседі еске ақ баян ару, көңілім мұңға батқанда. Түседі еске ақ баян ару, көңілім мұңға батқанда. Түседі еске ақ баян ару, көңілім мұңға батқанда. Ассалаумағалейкум. Шығармашылық кеш құтты болсын. Орынбек апамызға қошеметтеріңіз болсын. Самаладай нұрын төккен жарқыра, бас иеді еңкейелі шаңғыра. Жаныңа жаз, көңілге күй сыйлайтын, бұл сарайда жасырынған бар ғажап. Шабыт беріп мерейімді өсірер, шын жүректер шабыттанып көсілер. Бұлбұл сайрап ақ бұсыңғыл қаққандай, махаббаттың сырлы күйі шертілер. Әсем орда өнер қонған еңселі, ашылғандай ғажап әлем ертегі. Хор қызындай мың бұралған бишілер, жауқазындай кең сарайдың көркемі. Шабыт беріп мерейімді өсірер, шын жүректер шабыттанып көсілер. Бұлбұл сайрап ақ бұсыңғыл қаққандай, махаббатты
кешке арнайы келіп отырған сонау апамыздың келін болып түскен Қызылсай ауылынан келіп отырған қонақтарымыз бар екен, ортаға шақырамыз. Ізгі лебіздерін білдіретін барша жақындарды ортаға шақырамыз, лебіздерін тыңдаймыз. Келіңіздер, құрметті қонақтар, бүгін сыйлап келіп жатқан барша өнерсүйер өлеңшілер көрерменге алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Тек аманшылық болсын, жақсылық болсын. Және апа, өзіңізге арналған қала әкімінің ықылас гүлін ортаға алдырайық. Қала әкімінің ықылас гүлі. Қалалық тілдер және мәдениет бөлімінің басшысы Гүлайым Бақытқызының адресатын оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті өнер сүйетін, өлең сүйетін жұртшылық, бүгін енді апамыздың шарасы өте жақсы деңгейде өтті. Қала әкімінің, әкімдіктің қазіргі бір әртүрлі жағдайларға байланысты, келе алмауына байланысты, қала әкімі Айбек Қосуақовтың апаға арнайы жазған құттықтау тілегін оқып бергім келіп тұр. Сізді төл әдебиетіміз бен мәдениетімізді байытуға өлшеусіз үлесіңізді қосып, мерзімді басылымдарда қалың оқырманның көкжиегін кеңейткен мазмұнды шығармаларыңызды жариялап келесіз. Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, ақын жазушы болып, ұзақ жыл асыл сөзбен қазақ руханиятына қалтықсыз қызмет етіп, талғамы биік оқырманның ықыласына бөленіп отырсыз. Бүгінде қаламыздың әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан еңбегіңіз, шығармашылық табыстарыңыз бен жоғарғы азаматтық жауапкершілігі биік тұлғасыз. Алдағы уақытта да қоғамда азаматтық үн қосқан пайымды ой пікірлеріңіз бен еселі еңбегіңіз берекелі болып, даналықтың, абыздықтың, кемелдік пен тереңдіктің шалқар теңізіндей шабытты шығармашылық жетістіктерге қолыңызды жеткізе беріңіз. Бейбіт күннің тілекшісі анамын атты шығармашылық кешіңіз құтты болсын. Сізге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық шабыт, отбасыңызға амандық пен құт береке, мағыналы өміріңізге ұзақ ғұмыр тілейміз. Рахмет. Рахмет. Келесі Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасының басшысы Әбілқайыр Жанайұлы Байпақовтың қадірлі апаға арналған жүрек жарды үлкен алғысы бар. Енді бұл алғыста жалпы Жаңаөзен қаласының 55 жылдық мерейтой аясында өткізілген бейбіт күннің тілекшісі анамын атты шығармашылық кешіңізбен біз сізді шын жүректен құттықтаймыз. Сіз өмір шындығын дара қолтаңбаңыз бойынша шебер бейнелеп, оқырманның шынайы құрметіне бөленген, есіміңіз көпшілікке кеңінен танымал қаламгерсіз. Адамзатқа ортақ құндылықтарды көтеріп, философиялық терең тұжырымдарға, тосын шешімдерге құрылған ойлы шығармаларыңыз әдебиет сүйер қауымды ешқашан енжар қалдырған емес. Шығармашылық жолыңызда лайық пен қошаметке ие жетістіктерге де жетіп келесіз. Өз еңбек жолыңызда талай белеске шығып, ұжымның, достарыңыздың, ең бастысы халықтың құрметіне бөлендіңіз. Таңдаған жолыңызды абыроймен жалғастырып келе жатқан тамаша балаларды тәрбиелеп өсірдіңіз. Қаламыңыз одан да әрі ұшталып, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Құрметпен Маңғыстау облысының мәдениет архивтер құжаттама басқармасының басшысы Әбілқайыр Жанайұлы Байпақов. Құтты болсын. Керемет. Және сонымен қатар қала әкімінің атынан апамызға арнайы шапан бар. Және сонымен қатар қала әкімінің мінгізген аты бар. Керемет. Және сондай-ақ тағы да бір марапат. Құрметті Орынгүл Тұрарбекқызы, сізді бүгінгі шығармашылық кешіңізбен шын жүректен құттықтаймын. Елімнің әлеуетін арттыруда, халықтың өрелі өнермен сусындатып, рухани байлықты толықтыруға және игі дәстүрлерді жалғастыруда аянбай еңбек атқарып келесіз. Өңіріміздің өнері мен мәдениетіне сүбелі үлес қосып, осы саланың мерейін көтеріп жүрген сізге айтар алғысымыз көп. Алдағы уақытта да туған еліміздің мәдениеті мен өнерін өзгелерге дәріптеп, даңқын асқақтата беруіңізге тілектеспін. Әрқашанда өнердің ақ туын берік ұстап, халыққа қызмет жасайтыныңызға зор сенім білдіремін. Шығармашылық жаңа ізденістер, өнер жолында жаңа табыстар тілеймін. Ізгі ниетпен Қызылсай ауылының әкімі Аманжаны. Рахмет. Барша құттықтап келіп жатқан адамдардың бүгінгі ықыласы ерекше болды. Бәріңізге рахмет.
апа кешіңіз тағы да құтты болсын. Енді бәріміз әдемі бір естелік суретке түсейік. Келіңіздер. Бүгінгі әсерлі де бір үлкен бір жақсы кеш. Орынгүл қарындасымның бейбіт күннің тілекшісі анамын деген бір үлкен бір маңызды тақырып екен. Ал енді менің енді осы тақырып үлкен бір маңыздысы бар деп есептеймін. Себебі аналардың тілегі әр уақытта қабыл болады деген. Осы тілек жас ұрпаққа, жас келешек бір ұрпақтарға арналған тілек деп есептеймін. Айналайын Орынгүл мына шығармашылық кешің бүткіл аналардың кеші деп есептеймін. Бүткіл аналардың тілегі осы еліміздің тілегі, еліміздің бейбітшілік тілегі, еліміздің ұрпақтарында тілек. Соған арналған тілек екен. Қадамың құтты болсын айналайын. Творчылық мына қызметінде үлкен бір дәрежеге жете бер. Қасындағы мына Мақбуза, мына қарындастарым келіп үлкен бір дәрежеге жетіп жатырсыңдар. Әлде де елдің қамына, елдің жағына жағдайын білетін елдің анасы есебінде барлық аналардың ата-анан айналайын. Сенің жолыңды қуа берсін. Тілек қабыл болғай, бейбітшілік өмірде балдарымыз, ұрпағымыз өмір сүре берген. Алла тек жаны болар. Ассаламу алейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Қазақстан журналистер одағының мүшесі, қаламы қарымды жазушы, ардақты ақын, асыл жар, аяулы ана, құрметті Орынгүл Тұрарбек қызы Смағұлова. Сіздің өмірден өрнек теремін деген өнегелі өлеңдеріңізбенен шынның жүзіндей шығармаларың шығарылып, жалпы оқырман үшін жинақталған кітабыңыздың тұсаукесері менен бейбіт күннің тілекшісі анамын таңдаулы тақырыбың менен таңдалған шығармашылық кешіңіздің мағыналы мәнді, салтанатты сәнді, шырайлы шығармашылық кешіңізге құрметті көрермен бола келіп, сізді құттықтаймын. Өзектесе өрлеуде өнермен. Ассаламу алейкум ел көгерген. Бисмилла деп сөз бастаймын көрермен. Орынгүлдің өнер кеші өрелі. Өзектесе өрлеуде өнермен. Алла сыйы арулардың жайсаңы, әйел заттың сүт бетінде қаймағы. Бейбіт күннің тілекшісі анамын, Орынгүлдің ақындықпен айтары. Бар өмірі сәнді мәнді еленген, өлеңдері маржан сүзген тереңнен. 8 қырлы бір сырлы жан Орынгүл, құрметтеумен, бас июмен, келеммен. Иманымен көмкерілген әдебі, сабыры мол көркем мінез әдемі. Аналарға үлгі болар мейірлі, қазақ тілмен, дін салтында мәнерлі өнер жалғаса бергей. Ассаламу алейкум. Мен шықпайын деп жатыр едім. Мына бір ағамыз айтқасы шығып жатырмын. Жаңа Орынгүл жеңешем барлық адамға өлең шығарыпты. Мен осындай қылып сайратып қойған ағама бір өлең шығармапты, соны айтайын деп жатырмын мен. Ол Орынгүлдің Орынгүл болып жүрген біздің кенже ауылдың арқасы. Соны айтып қояйын енді. Бұның кіндігін кескен Ақтанның қызы, кенже мына мен адайдың Ақтаны деген кісі бар ғой. Соның қызы кіндігін кескен, кенженің қызы кіндігін кескен. Кенжеге жиен, кенжеге келін, соны айтып атқаным. Сурет көсеміз.